Жол болсын балақайлар. Ата, не істеп жатырсыздар? Біз егін жинап жатырмыз. Қауын қарбыз пісіп, берекеміз кіріп жатыр. Дегенмен өнімді жинап үлгере алмай жатырмыз. Біз онда сіздерге көмектесейік. Келіңдер ендеше, біз қарсы емеспіз. Рахмет айналайындар, өркендерің өссін. Жас келсе іске деген, әп-сәтте бітіріп тастадық. Ата, бұл жер қалай аталады? Бұл балалар Қызылорданың оңтүстік шығысында орналасқан Жаңақорған ауданы. Аудан 1928 жылы 17 қаңтарда құрылған. Территориясы 16,6 мың шаршы шақырым. Ауданда 2 кент және 24 ауылдық округ бар. 17 ұлттың өкілдері тұрады. Жалпы халық саны 82.815. Ауданның негізгі шаруашылық саласы егін және мал шаруашылығы. Сонымен бірге Шалқия кен орнында қорғасын, мырыш және түрлі фракцияда қиыршық тастар өндіретін кәсіпорындар жұмыс істейді. Ерте заманда Сыр өңірінің бүкіл қазақ елінің басты қаласы болған Сығанақ, Өзкент, Баршынкент шаһарлары және Қорасан ата, Ақтас мешіті мен Айғожа әулие кесенелері осы ауданның жерінде. Бұл елде өткен ғасырда жүрек жұтқан батырлар, оқымысты дін ғұламалары, кейінде күйші Әлшекей Бектібайұлы, ақын Құлан Алдабергенұлы, әнші жыршы Бай Дүрбайұлы өмір сүрсе, қоғам қайраткерлері Садықбек Сапарбеков, Нәзір Төреқұлов, Аралбаевтар туып өскен. Бұл кешегі өткен халық қаһарманы Мұхтар Әлиевтің, ғалымдар Сұлтан Сартаев пен Ержановтардың және ақын жазушылар Қыдыров пен мемлекеттік сыйлықтың иегері Досжан Мұхтарұлы Нұрмағамбетовтің, Тәуелсіз Республика елтаңбасының авторы Жандарбек Мәлібековтің, мемлекеттік сыйлықтың иегері әйгілі дирижер Қазақстанның халық әртісі Төлепберген Әбдірашевтің елі. Ата, өте қызық екен. Оу, Асқат, қарбыз алып кел. Балалар ауыз тисін. Жарайды. Ал балаларым, әмнен ауыз тидіңдер. Біздің қарбыздар бал татиды. Ал балам, саған не болған? Неге арбада отырсың? Ата, оны көлік қаққан. Ендеше, сені бұл жерде сырқатыңнан жазатын керемет шипажай бар ғой. Рас айтасыз ба, ата? Я, балам, ертең-ақ құлындай шауып кетесің. Ата, рахмет сізге. Сау болыңыз. Сау жүріңдер, балапандарым. Ата, керемет кісі екен, Я, менің атам сияқты. Атамды сағынып кеттім ғой. Міне, Жаңақорған шипажайына да келдік. Саламатсыз ба? Дәрігерді қайдан табуға болады? Оң жақтағы 5-ші есік. Сол жерде дәрігер отырады. Рахмет. Саламатсыз ба, дәрігер? Үлкен жігіт бол, балақай. Кел, төрлет. Қандай шағымың бар? Дәрігер, мен аяғыммен жүріп кете алам бекен? Тексеріп көріңізші. Я, балақай. Аяқта әбден ауыртқан екенсің. Бірақ тез арада ем алсаң, қолың таза айығып кетесің. Рас па? Уәде берем. Алақай, мен жүрем. Рахмет, сізге, дәрігер, сау болыңыз. Алақай, мен жазылам. Дәрігер айтты. Керемет, жақсы болды. Бірге жүгіріп жүріп, алтын кілтті тез табамыз. Жүріңдер, емді бастауға барайық. Қане, Әли, жүріп көрші. Міне, балақай, өзіңнің жігеріңнен сабырыңның арқасында құлан таза айығып кеттің. Рахмет сізге, дәрігер. Енді абайлап жүр. Жол ережесін есіңде ұста. Өміріңе қауіп төндірме. Әрине, дәрігер, мен сіз сияқты дәрігер болам. Арманыңа жет. Міне, достарың да келді. Керемет, жақсы болды. Бірге жүгіріп жүріп, алтын кілтті тез табамыз. Сау болыңдар, балалар. Денсаулықтарыңа мұқият болыңдар. Сау болыңыз. Ару, анау алыпты байқап тұрсың ба? Я, тау соғар сияқты. Дәл өзі ғой, тауды көтеріп алыпты. Оның аяғының астында бірдеңелер жатыр. Ол да тас сияқты. Тау соғарға кедергі болатын болды ғой. Айқайлайық.
Таусоғар! 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 Жүгірейік, тездетіп көмектесейік. Ары итеріп тастайық. Үлгердік ау әйтеуір. Достар, рахмет сендерге. Бірақ мен сендерді танымадым. Біз алтын кілтті іздеп жүрміз. Қандай алтын кілт? Қызылорданы құтқаратын. Бірақ дәл қазір бізге күш кілті керек еді. Онда қуана беріңдер. Күш кілті менде. Міне, ала қойыңдар. Жақсы болды ғой. Рахмет саған Таусоғар. Сондай мейірімдісің. Міне, тағы хат келді. Біз енді Шиелі деген жерге баруымыз керек екен. Мен де Шиеліге бара жатырмын. Иығыма отырып алыңдар. Зымырап ұшып Шиеліге апарамын. Алақай, мұндай жақсы болар ма? Кеттік ендеше. Ажайып күш, кеттік. Шиеліге жеттік. Алақай, Шиеліге келдік. Сау болыңыз. Рахмет сізге. Әли, анау жазуды көріп тұрсың ба? Иә, Шиел деп жазылып тұр. Соны да көрмей тұрсың ба, Мәди? Иә, көрмей тұрмын. Компьютерде көп ойнаймын. Сондықтан ау көзіме зиян келгені. Неге көп отырасың компьютерде? Ойнауға болмайды. Білмейсің бе? Мен мысалы зерттеулер жүргізем. Ғылыми жобамен айналсам. Соның нәтижесінде халықаралық додадан бірінші орын алдым. Бос уақытымда кітап оқимын. Алару, сен ше? Сен немен айналысасың? Мен газеттерге өлең жазып жариялап тұрамын. Пианинода ойнағанды ұнатам. Қазақстанда өткен байқауда Қызылорданың намысын қорғап, 2-ші орынды иемдендім. Бәрі босқа жүрмейді екен. Менен жастары кіші болса да көп жетістікке жеткен екен. Мен де бір нәрсемен айналысуым керек ау. Мен немен айналыссам болады екен, а? Міне, тағы хат келді. Онда не істейміз, Ару? Мұнда үлкен мақсатымыз бар. Білім кілтін табуымыз керек. Оны қайдан аламыз, Ару? Ол Асқар Жұмаділдаев ағамызда. Сол кісіні табу керек.